Саламатсыңдар ма балалар? Қазір сауат ашу пәні. Бүгінгі тақырыбымыз да буын деп аталады. Яғни кешегі өткен сабағымызға қайталау, пысықтау сабағы. Оқуымыздың мақсаты сөздерді буынға бөлу, сөйлемдегі сөздердің буын санын анықтау. Қане еске түсірейікші балалар, біз о баста дыбыстарды қалай білдік? Оның дауысты немесе дауыссыз екенін. Әрине олардың үстіне киіп алған киімдерінің түсіне қарадық. Мысал үшін дауысты дыбыстар қандай түсті киімдер киюші еді? Дұрыс айтасыңдар, қызыл түсті. Ал дауыссыз дыбыстаршы көк түсті киімдерді киіп алатын еді? Жарайсыңдар. Келесі, дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді және дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Қане еске түсіреміз? Дұрыс айтасыңдар, дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Ал дауыссыз дыбыстар болса, қане еске түсіреміз? Мен сендермен қосымша таныстырғанмын. Дұрыс айтасыңдар балалар, қатаң, ұяң және үнді. Жарайсыңдар балалар. Біз дауысты дыбыстарды түстеріне қарап қана емес, олардың айтылуына қарай да ажыратуды үйрендік, қазір. Мысалы үшін дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып айтылады, ал дауыссыз дыбыстар қатаң, немесе ұяң, немесе үнді болып естілетін, дыбыс шығаратын үйреніп келеміз. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмада балалар, бізбен бірге сонау қыркүйектен бері келе жатқан Әли мен Мерейдің әңгімесін оқып берейін. Мұқият тыңдаймыз. Әли, менің де кафеге барғым келеді. Жоқ, Мерей, кафеге үлкендермен бірге бару керек. Одан да балалармен ақылдасып, сыныбымыздың ішінен өз кафемізді жасап алайық. Оны қалай жасаймыз? Кафеге не керек? Болашақ кафеміздің немен жабдықталатынын мына суретке қарап көруге болады. Балалар, мінекей, сендер де дәл осындай кафені өздеріңнің үйлеріңдегі асханадан жасап алсаңдар болады. Егер де сен өзіңнің асханаңның ішінен осындай жабдықтарды жабдықтап, керекті ыдыстарды қойып, және де ол кафені кеше менің атыммен атасақ, бүгін сен өзіңнің атыңмен ата да, ата-анаңа қош келдің менің кафеме деп шақырып көрші, ата-анаң бұған дән риза болары сөзсіз. Келесі тапсырманы балалар мұқият тыңдаймыз. Мен сендерге қазір әңгіме оқып беремін. Бұл әңгіменің тақырыбы не дәмді деп аталады. Құстар мен жануарлар бір бас қосқанда қандай тамақтың дәмді екенін талқылапты. Сонда тауық, ең дәмді тамақ тары депті қыт-қыттап. Тапқан екенсің дәмді тамақты, кеміріп жейтін сүйекке не жетсін, дейді ит абалап. Бірің де білмейсің, күтірлетіп жейтін сәбізден артық ештеңе жоқ, дейді қоян екі құлағын тікірейтіп. Жас шыбықтың қабығынан дәмді не болушы еді, деп ешкі маңырапты. Шіркін, қою сүтті айтсаңдаршы, деп мысық тамсанады. Сөйтіп әрқайсысы өзі жақсы көретін тағамды мақтап, келісе алмай тарасыпты. Әңгімемізді әрі қарай жалғастырмас бұрын, балалар, осы жануарлардың атын буынға бөліп көрейікші. Мысал үшін бірінші суретке қараңдар. Тауық, кәне менімен бірге буынға бөлеміз. Тауық. Күшік. Қоян. Ешкі. Мысық. Жарайсыңдар балалар. Қараңдаршы бағалар, бағана алғашқы сабағымыздың бастапқы кезеңінде айтып кеткендей, дауысты дыбыстар қандай түсті киім киіп алған? Дұрыс айтасыңдар, қызыл түсті, ал дауыссыз дыбыстар көк түсті киімдер киіп алыпты. Демек, бұдан қандай қорытынды шығарамыз? Дұрыс айтасыңдар. Дауысты дыбыстардың саны неше болса сөзде, сонша буын болады. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бұл жануарларға қандай тағамдардың ұнайтынын біз естідік. Ал енді сендерге қандай тағам ұнайды?
Бағанағы өздеріңнің кафелерінде аналарыңнан өтініш жасап өздеріңнің сүйікті тағамдарыңды дайындатқызсаңдар, мен ойлаймын, ата-аналарың сендерге жоқ деп айтпайды. Келесі тапсырма. Сөйлемдегі сөздердің буындар санын анықта. Балалар, біздің кафеде тағамдар көп. Бұл сөйлем. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгі көріп тұрсың? Нүкте. Егерде сөйлем нүктемен аяқталса, ол қандай сөйлем еді? Дұрыс айтасыңдар, балалар, ол хабарлы сөйлем. Балалар, сөйлем нелерден жасалады? Дұрыс айтасыңдар, сөздерден. Ал сөздер нелерден жасалады? Дыбыстардан. Ал дыбыстар әріптермен таңбаланады. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді сендерге айтады, осы сөйлемдегі әрбір сөзді буынға бөліп, сол буынның санын анықта дейді. Қанекей, бірге көрейікші? Біздің, яғни буынға бөлеміз. Біздің, екі буын болды. Кафеде, үш буын болды. Екіге үшті қосамыз, неше? 5. Тағамдарды буынға бөлеміз. Тағамдар, 5-ке 3-ті қостық. Көп, ол бір буынды сөз. Демек, барлығының саны неше болды? 9 болды. Қане тексеріп көрейікші? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл жерде 9 буын бар екен. Әрбір сөзді балалар буынға бөлетін кезінде сөздегі дауысты дыбыстардың санын анықтай саламыз. Егерде сөзде 2 дауысты дыбыс болса, ол сөзді сен 2 рет буынға бөлесің деген сөз. Егерде сөзде 3 дауысты дыбыс болса, онда сен ол сөзді 3 буынға бөлесің. Соңғы сөзге қарайықшы. Көп деген сөзде бір ғана дауысты дыбыс, демек ода бірақ буын. Жарайсыңдар, балалар. Сабақты қорытар кезінде, балалар, мына жерде әрбір шарға жазылған буындарды қосып оқып, сол арқылы қорытындыласақ деймін. Кәне менімен бірге оқиықшы. Не ексең, соны орасың. Қайталаймыз. Не ексең, соны орасың. Балалар, бұл мақалды мен ерте кезде ата-аналарымыздан еститінмін. Мағынасын кейінірек түсіндім. Мысалы үшін сен қандай жеміс-жидек болсын, гүл болсын, ағаш болсын ексең, оны күтіп баптасаң, ол өскен кезде керемет жемісін береді екен. Дәл сол сияқты, сен қазір кішкентай кезіңнен білімді бойыңа жақсылап сіңірсең, сен өскен кезде сенен үлкен азамат немесе азаматша шығатынына мен сенімдімін. Дәптермен жұмыс. Балалар, мен сендердің кітаптарындағы 3-ші жаттығуды алдыларында көрсетіп тұрмын. Ондағы мақсатым тапсырманың орындалу барысына түсініктеме беру. 3-ші жаттығу деп жазамыз. Тары адам ағзасына пайдалы. Сөйлем аяқталды. Осы сөйлемдегі алдыңғы тапсырмадағыдай буындардың санын анықтап аламыз. Ол үшін бірінші дауысты дыбыстарды анықтап аламыз әр сөздегі. Сөйтемізде сол дауысты дыбыстардың санына қарай буынға бөле саламыз. Ешқандай да қиындық туғызбайды деп сенемін. Одан кейін осы екі сөйлемдегі буындардың санын анықтап, соңына неше буын болғанын жаза саласыңдар.